Сәлем достар, сіздермен тағы да Айтгүл. Бүгін цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ең әуелі тауықтың төс етін маринадтап аламыз. Бізге қажетті заттардың барлығы описанияда жазылған, міндетті түрде ашып оқып, видеодағыдай қайталасаңыздар сіздерден керемет салат дайын болады. Мінекей біз осылай төс етімізге барлық дәмдеуіштерімізді қосамыз. Мына жерде менде соя тұздығы, бір 3-4 ас қасық шығады, және сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып, бір-біріне барлық шетіне үйкеліп, бір жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып қоямыз. Осылай аямай асты үстін барлығын жақсылап араластырыңыздар. Бізде соя тұздығы тауық етін өте жақсы етіп жұмсартады. Енді біздің дайын болған етімізді, мінекей дәл осындай, өзі цвет осындай болады. Кейін осындай салафанға немесе фольгаға орап пісіріп алатын боламыз. Бұл бізде арнайы осылай тауықтың етін пісіруге арналған пакеттіктер. Осылай ішін ашып, біздің тауықтың төс етін салып аламыз. Духовкаларыңыз осы кезде қыздырып қойыңыздар. 180 градуста қызып тұруы керек. Қызып тұрған пештің ішіне салып пісіреміз. Бір 20 минут пісіріп, 20 минуттан кейін салафанымыздың бетін пышақпен немесе қайшымен кесіп ашып қоямыз. Сонда біздің етіміздегі сулар кішкене құрғап, беті шамалы қызарыңқырап, әдемі болып піседі. Осылай пешке жібереміз. Арасын осылай кесуді ұмытпаңыздар, бұл бізге ауасын шығару үшін. Енді біздің цезарь салатымызға керек заттардың барлығын осылай бір көрсетіп шығайын сіздерге. Мынау біздің жаңа тауық етіміз піскен, және мынандай нандарды кез келген дәмдеуішпен кішкене сұйық май қосып духовкада сухари жасап алсаңыздар болады. Ең алдымен біз орама жапырағымыздың тұздығын дайындап аламыз. Бұл үшін дәл осылай аскөкімізді майдалап тураймыз. Барлығын үлкен ыдысқа саламыз. Осылай үлкен ыдысқа салып, тұздықты бірден сол ыдыстың өзіне дайындай салған оңай. Чем ана ыдыстан мына ыдысқа көшіріп жүргеннен. Осылай сарымсағымызды өткізетін болса өткізіп, немесе майда етіп турауға болады. Барлығын өткізіп дайындап аламыз. Енді лимонымыздың, жарты лимонның өзінің соғыны кішкене сығып аламыз. Барлығын бірден сығып тастаудың қажеті жоқ, өйткені тым ащы болып кетеді. Шамалы сақсақ болды. Мінекей енді осындай қара бұрышымызды, және бізге осы қышаның ұнтағы керек болады. Примерно бір шай қасықтай қосылады. Енді үстіне майонезімізді құйып, жақсылап араластырып тұздығымызды дайындап аламыз. Кішкене шым-шым тұз қостық. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді осы дайын болған тұздығымыздың үстіне орама жапырағымызды әдемілеп турап, немесе жапырақтарын үзіп қоямыз. Мен осылай екіге бөлдім. Оның өзінің ортасынан тағы да бір бөліп, майдалап турап алдым. Қатты майда қылып жіберудің де қажеті жоқ, қатты ірі қылып жіберудің де қажеті жоқ. Өйткені ірі болатын болса, жеген кезде ыңғайсыз болады.
дәл осылай ыдысымызға салып, қалған заттарымыздың барлығын турап дайындап аламыз. Бізде мына жерде қызанақ, негізі черри қызанағын қойсаңыздар әдемі көрінеді, бірақ черри қызанағы болмаса, дәл осындай қарапайым қызанақтың майдаларын алып, дәл видеодағыдай етіп бөліп дайындап алсаңыздар болады. Мен осылай барлығын алдын ала дайындап аламын, сосын барып барлығын бір ыдысқа жинайтын боламыз. Менде қарапайым жұмыртқа, негізі бөдененің жұмыртқасы болса, ол да әдемі болады. Бірақ міндетті түрде бөдененікі керек деген сөз емес. Қарапайым осылай қолдың жұмыртқасы немесе дүкеннің жұмыртқасы да болады. Осылай төртке бөліп дайындап аламыз. Біздің тауықтың төс етінде аса қатты ірі емес етіп турап аламыз. Міне осылай бір жарты сантиметрдей болу керек қалыңдығы. Біздің төс етіміз өте жұмсақ болып пісті. Ол біздің тұздыққа құйған соямыздың әсерінен осылай жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Енді орама жапырағымызды жақсылап араластырып аламыз. Барлық орама жапырақтарға тұздығымыз жетуі керек, сол үшін жақсылап араластырамыз. Дайын. Енді тәрелкелерімізді алып, ең астына орама жапырағымыздан саламыз. Оның үстінен жаңа турап дайындап алған қызанағымызды, жұмыртқамызды және тауықтың еті, және мына жасап алған сухаримызды саламыз, кептірілген нан яғни. Бұған мен кез келген дәмдеуішті және кішкене сұйық майды қосып, духовкада кептіріп алдым. Енді ірімшігімізді осылай үккіштің майда жағынан ұзынасынан етіп өткізіп алатын боламыз. Осымен біздің цезарь салатымыз дайын. Міндетті жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Видеом ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, арнама жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.